Беттегі қарадақ немесе сепкіл деп жатамыз, көбіне жүкті әйелдерде пайда болатын после родовой кетеді деп жатамыз, бірақ әр адамның организмі әртүрлі, бір адамда кетіп жатса, бір адамда дақ болып қалып қалады. Ендеше сіздің керегіңізге жарасын кез келген аптекада сататын никотин қышқылы біздің бетімізге пайдасы өте көп екен. Беттегі әжімді немесе беттегі қарадақтарды жояды. Ал енді сіздерге қолдану тәсілін айта кетейін. Бірінші бетке жақпас бұрын осылай қолдарыңызға жағып 20 минуттай күтесіз. Егер аллергиялық реакция бермесе, онда қолдануға болады. Ватный дискке дамызып, бетіңізге көз айналасына тигізбей сүртіп шығыңыздар. Бетке жағып болған соң бетіңізге ашытып қызарту мүмкін, ол қалыпты жағдай. Жағып болғаннан кейін бетіңізге сіңіп кеткеннен кейін жуудың қажеті жоқ. Бетіңізге күнделікті қолданатын креміңізді жағып қойсаңыз болады. Егер нәтижесін көремін десеңіздер, 10 күн қайталауларыңыз қажет. Егер де ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлім Кокеленко. Келесі кездескенше сау болыңыздар.